Қайырлы күн ханымдар, бүгін сіздерге ашытқысыз жасалатын, жұмсақ болып шығатын шелпектің рецебімен бөлісетін боламын. Бізге керек заттар: ұн және жылытылған 1 стакан сүт, 2 ас қасық қант және 1 ас қасық тұз, 1 шай қасық разрыхитель, 1 жұмыртқа. Жылытылған сүтімізге тұз бен қантымызды салып, ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызға 1 шай қасық разрыхитель мен 1 жұмыртқамызды қосып, жаңағы дайындап алған сүтімізді шетінен құя отырып, қолға жабыспайтындай жұмсағырақ қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымыз дайын болғаннан кейін жақсылап иін қандырып илейтін боламыз. Иі қанған қамырдан барлығы өте жақсы шығатын болады. Қамырды илеп болғаннан кейін 10-15 минут тындыруға қоямыз. Қамыр тынғаннан кейін кішігірім 8 бөлікке бөліп аламыз. Бізде Нарынқол жақта шелпекті осылай 8 данаға пісіріп алады. Біреуі Құдай жолына деп арнап пісіреді. Әр жақта әрқалай, сіздерде қалай, комментарийға жаза отырыңыздар. Одан кейін дайын болған тынған нандарымызды осылай дөңгелек қылып жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Нанымыз дайын болғаннан кейін табамызды отқа қойып майды қыздырып, екі беті қызарғанша қуырып аламыз. Осымен шелпектеріміз дайын. Барлығыңызға ас болсын.